Сәлем достар, бүгін біз миксерсі жасалатын 10 минуттық шоколадты пирог жасаймыз кеттік. Алдымен қамырын жасап аламыз. Ол үшін бізге 4 жұмыртқа керек. Оған қажетінше қантымызды қосамыз да жақсылап барлығын венчиктің көмегімен араластырамыз. Бұл пирогтың маған ең ұнаған жері те жасалады және де жасалуына шамамен 10 минуттай уақыт кетеді және де сізге миксер қажет емес, яғни осындай венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Жұмыртқалы массамызды жақсылатып араластырып болған соң кез келген пайыздағы айранымызды қосамыз. Айранымыздың температурасы маңызды емес, бірден тоңазытқыштан алып қоссаңыз болады. Одан кейін екінші мәрте оған иісі жоқ сұйық майымызды қосамыз. Сұйық майымыздың міндетті түрде иісі болмау керек, өйткені иісі болса, ол біздің қазір бисквитімізге әсер ететін болады, яғни дәм береді. Енді ең соңында барлық құрғақ ингредиенттерді мен бірден сал жердім. Оған какао, ұн және де қопсытқышты електен жақсылап барлығын өткізіп аламыз. Сол кезде біздің массамыз үлпілдек болып шығатын болады. Енді әдемілетіп бір бағытта жақсылап барлығын араластырамыз. Өзіңізге ұнайтын какаоны қоссаңыз болады, өйткені какао бұл біздің шоколадты пирогымыздың ең бастысы, яғни сол какаоның дәмі арқылы біздің шоколадты пирогтың да дәмі дәл сондай болады. Массасы шамалы сұйықта болып келеді, еш нәрсе етпейді, жақсылатып барлығын түйіршіктерін езіп, осылай бір бағытта араластырып аламыз. 22-23 сантиметр болатын диаметр осындай форманы аламыз. Форманың міндетті түрде жан-жағын сары маймен жағып аламыз. Сол кезде біздің қазір пісірген кезде бисквитіміздің жан-жағы жабыспайтын болады. Барлық массамызды құйып 180 градуста 30-35 минуттай жақсылатып пісіріп аламыз. Бетін әртүрлі етіп әсемдесеңіз болады. Мен бетіне шоколадты құймадым. Балақайларым орех жақсы көрген соң орехты осылай септім. Орех болмаса еш нәрсе етпейді. Бетіне шоколадты шамамен бір 30 грамм шоколадты ерітіп құйсаңыз да болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Жасалу жолы оңай, бір 10 минуттай уақытыңыз кетеді. Біздің пирогымыз 35 минуттың ішінде пісті. Жақсылатып суытып алған соң осындай ромбик тәріздес етіп мен пирожнылар сияқты кесіп алдым. Жұп-жұмсақ болып шығады. Үйде қалған айран болса, міндетті түрде осы шоколадты пирогты жасап көріңіздер. Балдарыңыздың көңілінен шығатынына сенімдімін достар. Алмаған лайк басып, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаймыз. Сіздермен бірге болған Гаухар.